Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді сорпаның түрімен бөлісетін боламын. Дәмі керемет болып шығады. Сондықтан маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суымыздың үстіне етімізді және де тұзымызды салатын боламыз. Оны толықтай қайнатамыз. Қайнатқан соң осылай көпігі шығады. Көпіктерін сүзіп алу міндетті. Біртіндеп барлығын сүзіп аламыз. Осылай әппақ болып тұруы қажет. Енді оны орташа отта қойып қайнатамыз. Онан соң перловкамызға, яғни осылай ыстық суымызды құйып, оны да бұқтырып қоямыз. Шамамен сорпамыз 40 минуттай қайнайды. Сол аралықта осылай сәбізімізді ұсақтап, төртбұрышты етіп тураймыз. Менде төртбұрышты етіп турағанды ұнатамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша үкіштен өткізсеңіздер де болады. Осылай барлығын ұсақтап, төртбұрышты етіп турап алған болатынмын. Онан соң кіші көлемдегі жуамызды алып, оны да ұсақтап тураймыз. Енді зажарканы дайындаймыз, яғни бұл жерде ыдысымызға сұйық қосамыз, 2-3 ас қасық көлемінде. Онан соң осы сәбіз және де жуамызды салып, кішкене қуырамыз. Және де бұл жерде менде домашний томат. Сіздерде магазинский болса, жарты ас қасық қоссаңыздар болады. Менікі домашний болғандықтан 2 ас қасық қостым, қызарту мақсатында. Және де үстінен лавр жапырағын және де қара бұрыш араластырып сепкен болатынмын. Оны кішкене 2-3 минут бұқтырамыз. Онан соң үстінен бір ожау сорпамызды қосамызды. Тағы да сәбізіміз піскенше қоя тұрамыз. Мінекей сәбізім пісті. Енді оны сорпамен араластырамын. Лавр жапырағының біреуін алып тастаймын. Қалған барлық бөлігін қосатын боламын сорпаға. Және де осылай перловкамызды, яғни суынан ажатып, 40 минут бұқтырылған перловка, мінекей кішкене болсын жұмсарды. Енді оны сорпамызға қосып, орташадан сәл төменірек отта біркелкі етіп қайнататын боламыз. Шамамен 1 сағат уақытта қайнап пісетін болады. Енді онан соң біз картошкада саламыз. 1 дана картошка жарайды. Оны да турап болған соң осы ыдысымызға саламыз. Мінекей менде перловкамда пісіп қалды. Картошкамыз шамамен 10 минут шамасында пісіп қалады. Енді оны да тағы да пісіріп алатын боламыз. Енді мен пісіп қалды картошкам, яғни онан соң осы етімізді сүзіп аламыз. Мен ұсақтап осы кезеңде тураймын. Сіздер бастапқы кезеңде де турасаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңыз. Мен осылай барлығын ұсақтап кесіп аламын да. Ең соңында каждый адамға бөлек салатын боламын. Енді рассольник болғандықтан мен бұл жерде тұздалған помидорды пайдаланамын, яғни каждый адамға өз қалау бойынша салатын болады. Осылай ыдысқа ұсынатын боламын. Тұздалған қиярды да солай ұсынсаңыздар болады. Мінекей енді сорпамызды осылай құйып алдық. Онан соң үстінен осы етімізді саламыз. Және де ас көктерімізді салатын боламыз. Бұл өз қалауларыңыз. Салмасаңыздар да міндетті емес. Мінекей өте дәмді. Тамағымыз дайын. Кешкі асқа өте жеңіл бір жағынан. Сондықтан осы рецептпен жасап, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Марат ва Индира. Менің каналымнан келесте қандай рецептерді күтесіз? Жаза кетіңіз.